Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің қызықты тақырыбымыз бөлме өсімдіктері күтіміне арналған кейбір лайфхактар туралы болмақ. Күндізгі жарығы қысқа күндер, күннің жетіспеуі, құрғақ ауа мен суық температуралар бөлме өсімдіктеріне жақсы жағынан әсер ете қоймайды. Әр бөлме гүлі өзінше ерекше. Кейбіреулері мол суаруды қажет етсе, басқаларының қорек көзі жарық болуы әбден мүмкін. Әрине, топырақты құнарландыру және құнарлы заттардың нақты деңгейін сақтауда маңызды. Бөлме өсімдіктері күтіміне арналған барлығына белгілі ережелерден бөлек пайдалы қарапайым лайфхактар да бар. Мысалға, бір кесе кофеңізді өсімдіктермен бөлісіңіз. Кофе өсімдіктерге арналған жақсы тыңайтқыш. Онда азот, калий, кальций және магний секілді маңызды құнарлы заттар бар. Әсіресе, кофе сабақтың өсуін ынталандыратын азотқа бай. Бұл органикалық және қарапайым күтім әдісі әсіресе раушан, гортензия және магнолияға келеді. Келесі, топыраққа құрамында крахмалы бар су құйыңыз. Қыста өсімдіктерге күннің көзі аз түсетіндіктен, оларға құнарлы заттардың жетіспеуі қатты білінеді. Өсімдіктер жемістері мен тұқымдарында крахмал қорын арттыруға тырысады. Крахмал глюкозаны сақтауға жақсы келеді. Оның жетіспеушілігінен гидролиз процесі іске қосылады. Ол крахмалдың молекулаларға қайта ыдырауы. Келесіде арнайы тыңайтқыш сатып алудың орнына картоп немесе макарон қайнатқан суды пайдаланыңыз. Оның суығанын күтіп, содан соң өсімдіктеріңізді ойланбастан суара беріңіз. Құмыраға жұмыртқа қабығын ұсақтап салыңыз. Жұмыртқаның қабығы топырақ қышқылдығын азайтуға көмектесетін әкке және өсімдікті жақсы қоректендіретін кальцийге бай. Жұмыртқаның қабығын ұсақтап сындырыңыз, содан соң топырақтың бетіне бір текте етіп салып шығыңыз. Құмыраның түбіне сорғыш салыңыз. Өсімдікті құмыраға отырғызбас бұрын, оның түбіне сорғыш салыңыз да үстіне топырақ сеуіп тастаңыз. Сорғыш артық суды өзіне сіңіріп алады, ал қажет кезде, мысалы сіз суаруды ұмытып кеткен кезде, тамырлар суды сорғышта сақталған ылғалдан ала бастайды. Сірке суынан тыңайтқыш дайындаңыз. Кей бөлме өсімдіктері, әсіресе олардың гүл бүршіктері, сірке суын жақсы көреді. Қышқыл тамырлардың тез өсуіне және жақсы гүлденуге ықпал етеді. Бір шай қасық ақ сірке суын 1,5 литр сумен араластырыңыз. Содан соң оны 3 айда бір рет қолданыңыз. Бастысы өте көп суарып жібермеу керек. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Біздің каналымызда бөлме гүлдерінің күтімі туралы басқа да видеоларды таба аласыздар. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше достар.